Өте дәмді мексикан салатын дайындаймыз. Каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып все деп тыңдап қойыңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Тауықтың төсетін осылай кубиктап тураймыз. Одан кейін маринадтаймыз. Тоз, паприка және осындай тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Міндетті емес, бірақ бұл ұсақталған сарымсақ пен сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жүгері крахмалын қосамыз және соя тұздығын құйып, жақсылап тағы да араластырамыз. Маринадқа 15-20 минуттай уақытқа қалдырамыз. Табамызға сұйық май құйып, қызған табаға маринадталған етімізді салып, 4-5 минут уақыттай қуырып аламыз. Піскен тауық етін май жоқ етіп, ыдысымызға салып аламыз. Қызыл тәтті бұрышты осылай соломка етіп тураймыз. Пиязды ортасынан 2-ге бөлеміз және жарты бөліктің әрқайсысын 3-ге бөліп, осындай жерлерін алып тастасаңыздар болады. Өз қалауыңыз бойынша турайсыздар. Черри қызанағын ортасынан 2-ге бөліп қосамыз. Ақ желкенді осылай үзіп қостым. Одан кейін жасыл пиязды тураймыз. Ұсақ корнишондарды қосамыз. Консервідегі жүгері және қызыл фасольді қосамыз. Оған соя тұздығын қосамыз. Салат тұздығын дайындаймыз. Тоз, паприка, ұсақталған сарымсақ және қара бұрыш қосып, оның үстіне газға қойып ысытылған сұйық май, яғни күнбағыс майын құйып, араластырып, салатымызға қосамыз. Оның үстіне тауық етін қосамыз. Тауық етін лаж болса ыстықтай қосқандарыңыз дұрыс. Мінекей өте дәмді мексикан салаты дайын. Арнама тіркеліп, видеоны солып басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.